Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз формулалар, формулалар. Жазып қояйық тақырыбымыздың атын. Формулалар. Енді бұл жерде біз қандай формуланы өтеміз? Мысалы, бірінші кез келген фигуралардың периметрін табуды өтеміз. Яғни сіздер білетін мысалы 3 бұрыштың, 4 бұрыштың, квадраттың тағы қандай фигуралар бар. Сосын бұл жерде енді сіздер осы 3 бұрыш, тік төртбұрыш бар, тік төртбұрыш, квадрат, төртбұрыш деген нәрселердің периметрін табуды өтеміз. Және сонымен қатар, мысалы кейбір фигуралардың ауданын табуды өтеміз. Мысалы, тік төртбұрыштың ауданы неге тең болады, және квадраттың ауданы неге тең болады деген нәрселерді өтеміз. Енді бір жерден 3 бұрыштың периметрін қарастырайық. Бірінші әуелмен периметр табуды үйренейік. Периметр. Бұл жерде 3 бұрыштың мысалы суретін жазайық. Мысалы, мынау 3 бұрыш болды. Енді осы 3 бұрыштың 3 қабырғасы бар. Ол 3 қабырғасын әртүрлі болғандықтан А, Б, С деп 3 әріппен белгілейік. Олай болса 3 бұрыштың периметр дегеніміз ол барлық қабырғалардың қосындысына тең болады. Яғни А қосылған Б қосылған С-ға тең болады. Келесі тік төртбұрышты алайық. Тік төртбұрыш деген фигура. Оның өздеріңіз көріп тұрсыздар, мысалы партаның бетін айтуға болады, тік төртбұрышқа жатады. Осындай тік төртбұрышты фигуралар бар. Бұл фигураның қараңыздар, мына қабырғасы менен мына қабырғасы тең, және мына қабырғасы менен мына қабырғасы тең. Олай болса біздер мына екі қабырғасын А, Б деп алсақ, онда мына қабырғасы да А-ға тең болады, және мына қабырғасы да Б-ға тең болады деген сөз. Олай болса тік төртбұрыштың периметрі П тең болады А қосылған Б көбейтілген 2 деп жазуға болады. Немесе көбейтуді бірінші жазуға, 2 көбейтілген А қосылған Б деп те жазуға болады. Арғаты енді квадрат бар. Квадрат дегеніміз ол барлық қабырғалары өзара тең болатын тік төртбұрыш. Мысалы мынандай болады. Және оның қабырғасы А-ға тең болады. Барлық қабырғасы А деп алайық. Яғни белгілі бір санға тең болады. Олай болса оның периметрі бізде П тең болады. Неге тең болады? 1, 2, 3, 4 А бар. Олай болса 4 А-ға тең болады. Мына жерде балда көбейту бар, бірақ көбейтуді біз жазбаймыз, Енді араты кеттік. Енді кейбір фигуралардың біздер аудан табуды үйренейік, Аудан табу. Мысалы біздер алайық квадраттың және тік төртбұрыштың аудан табуды қарастырайық. Квадраттың ауданы. Квадрат дегеніміз мана айттық біз. Ол барлық қабырғасы тең тік төртбұрыш А-ға тең болады. Олай болса тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біздер екі қабырғасын көбейтетіндерге А қабырғасы мен Б қабырғасын көбейтетіндік. Екінің көбейтісіне тең болады. Бұл жерде квадраттың қабырғасының барлығы бірдей болғандықтан екі кез келген екі қабырғасын көбейтісіне тең болады. Яғни S тең болады А көбейтілген А-ға тең болады. Ал оны қысқаша ықшамдап жазатын болсақ, онда ол А-ның квадраты деп атады. Араты кеттік. Тік төртбұрыштың ауданын табайық. Тік төртбұрыштың қабырғалары екі қабырғасы екі түрлі болады. Ұзын біреу қысқа, біреу ұзын болады. Яғни мынау ені болады, ал мынау ұзындығы деп атады. Ұзындық. Мына жер, ұзындық деп атады. Так, А қабырғасы ені, Б қабырғасы ұзындық болады. Енді қараңыздар. Олай болса біз тік төртбұрыштың ауданы дегеніміз ол ұзындығы мен енінің көбейтіндісі деп айтамыз. Яғни А-ны Б-ға көбейтеміз. А көбейтілген Б. Осылай. Енді балдар, біздер білімнен мысалдарды қарастырып көрейік. Енді мына есепті қарастырайық. Берілген тік төртбұрыштың периметрін өрнектейтін формуланы тап дейді. Бір ені тік төртбұрыштың ол бізде x-қа тең болып тұр. Ал ұзындығы бізде 11-ге тең болып тұр. Олай болса тік төртбұрыштың периметрі қалай еді бізде? П тең болады. Жақша ішінде А қосылған Б болды. Жақшаның алдында 2 деген сан болды. Көбейтілген 2 болды. Енді қараңыздар. А деген бізде ол x-қа тең болып тұр. Б дегеніміз 11-ге тең болып тұр. Дәл солай орнына қоя аламыз. 2 көбейтілген x қосылған 11 бар. Сонда бұл периметр бізде жауап қайсысы болады? Мына жерде балдар
жақшаны ашып берген екен. Біздер бірінші жақшаны ашайық. Жақшаны ашу үшін жақшаның алдындағы санды жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтіп шығамыз. Сонда 2-ні x-ға өткен кезде ол 2x болады. Жақшаның алдында 2 оң сан, және оған 11-ді көбейткенде оң сан болады. Сонда плюс 22 болады. Сонда 2x плюс 22 деген сан ол мына жауап болады. Келесі кеттік. Келесі тасыма оқиға мынандай дейді. Ұзындығы 12 см болатын тіктөртпіштің ұзындығын 3 см-ге арттырып, ауданы берілген тіктөртпіштің ауданына 24 см-ге артық болатын тіктөртпіш алынды дейді. Жаңа тіктөртпіштің ауданы тап дейді. Енді қараңыздар. Бұрынғы тіктөртпіштің ауданымыз бізде неге тең болады? Мынандай тіктөртпіш берілген. Ені А-ға тең болатын және ұзындығы 12-ге тең болатын тіктөртпіш берілген. Одан кейін ені сол күйінде қалғанда ұзындығы 3-ке арттырылған тіктөртпіш салынған. Ені А-ға тең болып тұр және ұзындығы 3-ке артса, ол неше болады? 15 болады. Сонда қараңыздар. Мынаның ауданы S-ке тең болады. Ал мынаның ауданы S плюс 24-ке тең болады. Өйткені ол ауданы берілген тіктөртпіштің ауданына 24 см-ге артық дейді. Енді олай болса біздер теңдікті теңестіріп көрейік. Қараңыздар. Бірінші мына S-дің формуласы бойынша, тіктөртпіштің ауданының формуласы бойынша S тең болады А көбейтілген Б тіктөртпіштің ауданы. Сонда біздер А-ның орнында А тұр, Б-ның орнында бізде 12 тұр. Сонда бізде S тең болып тұр. Неге? 12 А-ға тең болып тұр. Ал келесі мына жерде 3 см-ге ұзындығы артып кетті. Сондықтан бізде S-дің ауданы неге тең болып тұр? Ол 15 А-ға болатын еді. Бірақ оны тағы екінші жағы неге тең дейді? S плюс 24-ке тең дейді. S плюс 24-ке тең. Енді қараңыздар. Бұл жерден енді теңдеу қорғау көкпіз. Теңдеу қорғау көкпіз. Яғни, мұны бізде S1 болатын болса, мұны бізде S2. Мұны бізде S2 болатын болса, мұны онда S1. Яғни, мұны S1 плюс 24-ке тең болып тұр. Енді S2 менен мына жерде мына S2 менен мына S2-ның екеуін қараңыздар. Жоқ, мынау S1. Осы S1 менен орнына мән қойып жіберге. Сонда қараңыздар, 15 А тең болып тұр. 12 А қосылған 24-ке тең болып тұр. Яғни мына S1 мәнін біздер мына жерге келіп қойдық. Яғни ол 12 А-ға тең болып тұр. Сонда орнына қойдық. Енді қараңыздар. А-ларды бір жағына шығарып ықшамдаймыз. Сол кезде бізде 3 А қалады. Ол тең болады 24-ке болады. Бұдан А тең болып тұр. 24 бөлінген 3 болады. Онда А тең болады. Бізде ол 8-ге тең болады. Так, А тең болады 8-ге болады. Енді келесі слайдқа өтейік. Келесі слайд бізде мынандай. Квадраттың бір қабырғасын 10 см-ге арттырып, екінші қабырғасын 5 см-ге қысқартты. Нәтижесінде периметр 66 болатын тіктөртпіш алынды. Квадраттың ауданы тап дейді. Енді қараңыз, квадрат дегеніміз ол барлық қабырғасында тең тіктөртпіш. Оның барлық қабырғасы А-ға тең болады. Осы А-ға тең болатын тіктөртпіштің ұзындығын 10 см-ге артқан бір жақ қабырғасын және бір жақ қабырғасын 5-ке қысқартқан. Бұрын А еді, қазір 5-ке қысқартса А минус 5-ке тең болады. Бұрын А еді, 10 см-ге арттырған соң ол А плюс 10-ға тең болады. Сонда оның периметрі қанша болды дейді? 66 болды дейді. Периметрдің формасын жазып есімізге түсіріп ақ. П тең болады ол 2 еселенген А плюс Б-ға тең. Олай болса орындарына қоямыз. Сонда бізде П дегеніміз периметр 66 болып тұр. 66 тең болып тұр. 2 көбейтілген қараңыздар. А мен Б-ның орнында бізде А минус 5 тұр. Және Б-ның орнында бізде А плюс 10 тұр. Сонда қараңыздар. А минус 5 қосылған А плюс 10 болады. Жақсы жабылады. Енді мына жерде бізде А-ларды біріктіретін болсақ, А мен А 2А болады, ал 10-нан 5 азайтатын болсақ, ол 5-ке тең болады. Сонда 66 тең болып тұр. 2 көбейтілген 2А қосылған 5-ке тең болып тұр. Ары қаратай. Мына көбейту бар деп ойлаймыз. Сондықтан ол
2а плюс 5-іміз біздің ол тең болады нешеге? 66-ны 2-ге бөлгенге тең болады. 66-ны бөлемін 2-ге. Так, сонда 2а плюс 5 бізде ол тең болды 33-ге болады. Арғатай. Осы жерден 2-аны табамыз. 2а ол тең болады бізде плюс 5 мына қашады. Минус 5 болады. Сонда ол 2а тең болады 28-ге болады. 33-тен 5 айтсамыз, сондықтан 28 болады. А тең болады бұл жерде енді 28-ді 2-ге бөлеміз. Сонда А тең болады бізде 14-ге болады. А 14-ге тең болды. Енді А дегеніміз ол бізде мына қабырға. Ол 14-ге тең болып тұр. Квадрат болғаннан кейін барлық қабырғасы өзара тең болады. Сондықтан 14 14 болып тұр. Яғни S квадраттың ауданы ол бізде А-ны көбейтеміз А-ға еді ғой. Сондықтан 14-ті көбейтеміз 14-ге. Ол тең болады неше болады? 196 болады. Сантиметр квадрат. Яғни квадраттың ауданы бізде 196 сантиметр квадратқа тең болып тұр.